Мұхтар Әуезов оқыған азамат. 1 бөлім. Суық қыстың орта кезі. Күн түске тақап қалған. Аспанда бұлт жоқ, ашық. Жарығы көз тайдыратын нұрлы күн бүгін жазға түріне түскендей болып, өзгеше жарқырап тұрса да, ызғарлы қар, суық ауа қызуын жоғалтып, жарығына жансыздықтың табын басып тұрғандай. Жер қарлы. 3-4 күннен бері қарай аяқпаған шаңылтыр аяз бүгін де сықырлап білініп тұр. Күн шығыстан соққан баяу жел суықтың көрігіндей болып, ызғарды көбейте түсті. Кейде сүйке біткен салқынның бетті шамырлатып, денені тоңазытады. Тұрғын халықтың көбі қазақ болған. Сібірдің кішілеу қаласы қыстың ақ киімінің даламен бірге жамылып, жабайы табиғаттың жайлы күйін күйленгендей. Бар үйдің төбесін күпсік қар әппақ болып басып қалған. Кейбір кішкене үйлерді, көп құймаларды қалың қар жалаған секілді болып басыпты. Көшенің қарын жүргіншілердің табанымен тапталап, ыстаяқтанған. Басқан сайын шылнырлап, сықырлап, кейде шатынағандай болып қытырлайды. Бұл қала Сібірдегі үлкен өзендердің бірінің сол жағасында орнапты. Ретпен салынған сұлу қала емес. Орта жері болмаса, шеттерінде тәртіптер жоқ. Оның үстіне шет-шетіне шашыратып салған қазақтың жер үйі тәртіпке ұқсаған сиықтың бәрін бұзып, қаланың шеттерін түйенің жылтыраған ескі жауындай алба-жұлба қылып ыдыратып, тоздыртып тұр. Қаланың ортасында базардан суға қарай түсетін Земский көшесінде қазіргі уақытта жүргіншілер сейлеген несізденіп тұр. Анда-санда әлде қандай уақыт терек-тіректі пұшынған сүйретіп, қыл-қыбырлығын арқалап, базарға қарай аяңдап бара жатқан бірен-саран жаяу алапсатарларда ғана көрінеді. Кейде шанасын сықырлатып, жеккен түйесі божылап, шөшөлеп, келе жатқан қырдың тоңғырқай пішінді қалалары кездеседі. Олардан басқа көзге түсетін көп жүргінші жоқ. Осындай бір қалыпты күйде бірталай уақыт өткен соң, көшенің төменгі жағынан шығып, базарға қарай беттеп келе жатқан бір шаналы көрінді. Жеккені кәшуа шана. Алдына отырғызғаны көшірі бар. Бұл келе жатқан осы қалада қызмет етіп тұрған оқыған жігіттердің бірі Мейірхан еді. Әлгі көшемен тура жүріп келіп, базарға тақылған жерде оң қол жақта тұрған көк шатырлы кішілеу көк үйдің қақпасына келіп тоқтады. Ат тоқтаған жерде Мейірхан шанадан түсіп үйге қарай жылдам басып жүріп кетті. Жігіттің пішініндегі томсараған кейісіне қарағанда, қабағы түксиген, жүделекке қарағанда бұл келген үйінде бір оқиға болғанға ұқсайды. Мейірхан әуелгі бетімен үй алдына кіріп, содан ішке кіретін есікке тақап қалды да, алдында есік ашып бір әйел шықты. Сәнді киінген сүйкімі пішінді бар әйел, үстінде әлгінінше бір кейіс байқалады. Түсінің ажары кетіп, қатты жүдеп, ақсұрланған, қабағы болымсыз түйіліп, уайының сызынан шытынаған. Жұмсақ қара көздері кішірейіп, жасаңданған. Жиі кірпіктерінде жаңа ғана шыққан көздің жасы білінеді. Мейірхан бұл әйелді көрген жерде тоқтай қалып, «Немене Қадиша, қалай? Неғып жүдеп тұрсың мұнша?» деді. Қадиша түксеген қабағы жазбастан үмітсізденген пішінімен ақырын: «Сағат сайын төмендеп барады. Білмеймін, жазыла ма жоқ па? Бүгін таңертеңнен сізді әкеп бер деген соң, әдейі жас кісі жіберіп едік», деді де көзін мөлдетіп, жас келген соң төмен қарап кетті. Мейірхан жұбатқан болып бір-екі ауыз сөз айтты, үйге кірді. Кішілеу 2 бөлмелі үйдің төгесінде биік төсектің үстіне қатты ыңқылдап шыдамсызданып Мақсұт жатыр. Беті ашаңдап жүдеген, әншейіндегі ақсұр түсі күреңдеп ісінеген, көзі қанталап жастанып апты. Қысқалы қою қара мұрты, сұлу қара қасы, қайырған ұзын қара шашы да қатып қалғандай болып, жабысып жанданған сияқты. Еріндері іштегі қызумен кебісіріп, жарылып, жаурап қалыпты. Еті қашып, араған жіңішке қолдары қазірде дірілеп, бір жерге орнықпай, ауру кеудесін сипай береді. Қолдарының түсі сарғыштанған, тырнақтары көкшіленіп қанталап тұр. Мейірхан жолдасының осы пішінін көргенде ішінен тынып, жүдеп келіп қасына орындыққа зорға отырды. Бірінен бірі қоштасқандай болып, қалың уаймен аз қарасып отырған соң, Мейірхан күрсініп Мақсұттың жай халын сұрай бастады. Мақсұт бәсеңдеп, қарлыққан даусын қатайтпақ болса да шамасы келмеді.
Сөзіне көбінесе сыбыр аласып, не айтқандар ұғымсыз болды. Мейірхан сөзін ұқпақ болып тыңдаса да ешнәрсе ұға алмады. Аздан соң Мақсұт шатасыңқырап, сандырақтай бастады. Сөзінің көбі сау күнде істеп жүрген қызметі, оқытып жүрген сабағы, тәрбиелеп жүрген қазақтың балалары туралы. Әлсіздікпен сыпыраған шала жансар сөздердің арасында балалар, жетім қала, мен еңбек сіңіре алмадым. Енді міне кеудесі мен ішін сипалап, өзімде екі талайдың үстінде жатырмын, деп Мейірханға қолын созып, бұл қолын оның қолынан ұстап, мені сөкпейсіңдер ме? Менде жаза жоқ қой, деді де соның артынан қайтадан шатасты. Мейірхан көзінде жас толы еді. Аузынан жұбатарлық сөз тимеді. Ауыру жолдасының көңілі үшін айтқан жазыласың өлімді ойлама деген сөздері жасарып әзірсіз болып шықты. Аздан соң төргі үйге Мақсұттың кемпірі мен шешесі мен келіншегі кіріп келді. Хадишаның қолында кішкене баласы бар. Екеуінің ішінде үміт пен қорқыныш жеңісе алмай тұр. Жалғыз баласы Мақсұттан басқа сүйенші жоқ, тілеусіз, әлсіз сорлы шешесіне көкірегі қайғы, жерге толы көздерін мөлдіретіп, улы жасқа толып, жаутаңдап, қуат көмек сұрағандай болып, Мейірханға қарай берді. Мейірхан жұбатпақшы болып тағы да бір-екі ауыз сөздер айтты. Бұлардың бәріне Мақсұттың нашар науқасының үстінде түйін болған нәрсе. Бүгін таңертең доктор келіп ауруды қарап, емдеуден өтіп кетіпті, өледі депті. Сондықтан бәрінің іш күдігі күшейіп тұрған. Шешесі үйге кіргенде Мақсұттың көзі түсіп, ана апасына біраз қарап жатып, артына шыдай алмай көзін жұмып бірге жаққа басын бұрып әкетті. Туысқансыз, жақынсыз, жалғыз қалған сорлы ананың көрер күні құрандай болатын Мақсұт ойлағандай. Аздан соң басын қайта бұрып алып шешесіне қарап, өзгенікі, өзгі-ау, сенің күнің не болады? Сені кімге тастаймын? Алдымда өлмедің-ау, деп басын шайқап жылағандай болып, кемсеңдеп тағы теріс қарап кетті. Шешесі даусына шыңғырып жылап жіберді. Қадиша кейіндірек тұрып, көзінің жасын анда-санда сығып алып тұрды. Осы халде біраз уақыт өткен соң, есік ашылып үйге Мақсұттың тағы бір-екі жолдасы Жұмағұл мен Ақтай кірді. Олар үйдегі суретті көрген соң біраз сөзбен ауырудың жайын сұрасты да, үндемей мұңайып отырып қалды. Мақсұт төрге жаққа қарап жатып, біраз басын бұрмай, Қадиша өлмейді, бірақ сол сенен туған жоқ, басы көк, бай төргіні бар, ең болмаса соларға кетіп қалады ғой, сені о да жылатар. Кемпір талқысып жылап, неге үйдейсің жарығым, жалғызым деп қатты жылай бастап еді Мақсұт. Апа, жыламашы, ана үйге баршы, деді сыбырлап. Жүрегімді көз жасың өртеп барады ғой, деді. Мейірхан мен басқа жігіттер бұл суретті көру қиын болғандықтан көздің жасы жерге тапшылап тұрған кемпірге, жыламаңыз, қиналады ғой, бара тұрыңыз, деп ақыл айтты. Кемпір, жарығым, жата ғой жалғызым, қарашығым, жата ғой, мен құрғыр кетейін, деп ауыр күрсініп шығып кетті. Қадишада үн жоқ, енесінің артынан бірге шықты. Мұндай күйге жүрегі сезімді Мейірхан қатты жүдеп отыр еді. Сорлы кемпірдің күйін ойламайын десе де, көңілі еліксіз ілгері қарай басып, келешектің әр түрлі суретін көз алдына елестете басады. Келген ойы, Мақсұттың өлетіні рас, кемпірдің сорлы болып зарлайтыны да шын. Мына жас қатын жолдасының рухын сыйлап, берге қайғы жеп отыра ма? Отырмайды. Бұл және қала қызы, біреумен кетеді, дегендей ой болады. Кішкене үйдің ішіндегі бұл секілі күдікті ауыр хал көп күндерге созылған жоқ. Еңсесі көткен ауыру күннен-күнге төмендеп кетті. Сөніп бара жатқан шырғадан отындай бәсеңдей берді. Бір күні түске таянған мезгілде демалысы жиілеп кеудесі сырылдақ пайда болды. Ауыру әлсізденді. Енді денесінде қозғай алмай, көзін анда-санда ашып жұмыс-сұлық жатты. Баласы бұл күйге жеткен соң, көп бөлімді көзі көрген кәрі шешесі жалғызынан күдер үзе бастады. Намазда күндіз-түні дұғаның орнына жалғызының атын атап, сыбырлап жалынып тілеуден босаған жоқ еді. Бос отырғандай болып, үй іші оңашаланып, жалғыз қаласа көзінен үнсіз жасын ағызып, кейде кемсеңдеп жылап талады. Тілек пен қайғыдан тозған жүрегі алдында жылжып тақап келе жатқан қауіпті ой езіледі. Бірақ ешнәрсенің көмегі болған жоқ. Көптен күткен қаһарлы ауыр соқ сағат жылжып келін жетті. Мақсұттың демі бітуге таяп, денесі жанып кете бастады.
бір уақыт аяқ-қолы мұздап демі біткендей болды. Қасында телмірі қарап отырған жақыны мен таныстары күдері әбден үзілгендей болып еді. Сол халде біраз уақыт өткен соң Мақсұт қайтадан ақырын көзін ашты. Көзінің қарасы жоғары шығып, аласы көбейген сықылды. Сүзілген суық көзінде ұсынып көгендік бар. Өз халін шынаға алмағандай болып сыбырлап, бармын ба, жоқпын ба, деп аздан соң көзін қайта жұмды. Жұрттың күдігі ұзаққа созылған жоқ. Түсі аздап суый бастаған, көзі шала жұмылған, бір араға қадалып қатып қалды. Еріндерінің арасы ашылып, тісі ақсиып, бетіне өлім таңбасы басыла бастады. Кешікпей үзілді. Үй іші у-шу болды. Кемпір халі бітіп, тылқысып кетті. Осы халдің бәрін көз алдына өткізген Мейірхан, Жұмағұл Ақтайларда шыдай алмай бірге жыласты. Жұрттың бәрі сол күні-ақ Мақсұттың өлімінен хабарланды. Жұрттың бәрі оған жігіттер мен қаланың басқа да халқы азаматтарын, өз азаматын шынымен де аяп тұрды. Жолдастарының көбі қайғыланып мұңайды. Жұрттың бәрі де қалада өскен жігіттің адамы осы еді. Бейшараның шешесі сорлады-ау, шынымен назалағандай болды. Ертеңіне Мақсұттың жаназасын шығаруға көп жұрт жиналып еді. Азаматқа ақырғы қарызын өтемек болған оқығандар, жолдастары түгел жылжып келді. Бәрінің түсі уайымды, қабақтары салбыраңқы, жүдеу. Біраз уақыт өткен соң жиылған жұрт өлікті көтеріп алып, зиратқа қарай жүрді. Зиратқа жеткен соң ерте бастан қазулы даяр тұрған қасында үйлі жаңа топырағы бар азынаған суық көрдің қасына өлікті алып келді. Көп жастар көрген бір-бір қараған соң шыдай алмай теріс айналып кетісті. Бейіт басында бір қалпынан аунымай құтырған сияқтанып, жанталасып жүре берген адамдарды сезді. Шын рақымсыз тастай суық адамдар бұлаға бір қайықсыз көрінді. Өліктің үстіне жапқан шапанға, басы мен аяқ жағына салған орамал шүберекке таласып жатыр. Аздан соң Мақсұтты жалғыз қабат ақ кебінге ораған күйінде лақтаттап, қазған көрдің төбіне апарып салды. Бер жағына бір кірпіштен соң бір кірпішті қойып телмірген көздерін, денесін жасыра бастады. Осы халдің бәрінде көздерімен көріп тұрғандар, оқығандар бір-біріне ауыр күрсініп, салбыраған пішіндерімен үй-үйлеріне тарасты. Екінші бөлім. Күндер өтті. Ауыр айларда жылжырай жылжып, біртіндеп өтіп жатыр. Жаз келіп көк шығып, дүние жасарған. Күні бұрынғы көріне түсіп, қызуымен жер жүзін жандандырып қауаттанады. Жапырақтары жетіліп, жазғы жасыл киімін киген ағаштары бір-бірімен мың түрлі тілмен сөйлесіп, сыбырласады, теңдеседі. Жылы күнге қуанып, ойнап ұшқан құстар табиғаттың бір түріне арнаулы мақта өлең айтып, балдыраған нәзік тілімен қошеметін көрсетіп жүр. Адамның да көңілі көтеріңкі, желігі көбейгендей, бірақ Мақсұттың үйіне желікті дүние әлі әсерін берген жоқ. Мұңлы кемпірдің шер уайыммен сарғайған жүзі, қайғымен түксиген қабағы бір қалыпта қатқандай, тасқа түскен таңба секілді. Кешке шейін тыныштықта тұратын кішкене үйдің іші күрсінгенде кеудесінен шыққан жалын өртеп кеткендей болады. Жас Қадишаны үй ішіндегі ауырлық мойнына байлай бастағандай еңсесін көтермейді. Бұл күнде сарылып отыратын ұзақ қайғыдан арылған, жалғыз-ақ құлазып отырған иесіз үй жетімдерінің суреті секілді. Бұл екеуінің ортасында әзірге жаман болып тұрған Мақсұттан қалған кішкене әйел бала Жәмила. Қайғыдан кемпірдің көңілі азырақ сергіген уақытта екеуі де баланы ермек қылып алдарын алып алдан жеткен болады. Мейірхан бұл үйге Мақсұт өлген соң көп келген жоқ, қашқақтағандай болды. Бұрынғы Мақсұттың жолдастарына осы күнге бұл үйге көбірек келетін Жұмағұл мен Ақтай. Бұлар әуелгі кезде үйге келгенде қайғылы болып отырысып, жүре-жүре үйренген соң азан әңгіме айтып, кейде Қадишаға оңаштап күлдіргі сөздер айтып, қаралы әйелдің көңілдерін көтеріп кететін болған. Соңғы уақытта Жұмағұл жалғыз болса да келгіштеп әртүрлі әңгімелермен Қадишаның көңілін қайғыдан біраз серпітіп кететін болды. Жарылысында қу сөзінен шыннан өтірігі көп Жұмағұл соңғы күндерде әңгімені Мақсұт жайынан айтпай, көбінесе өзі туралы айтатын болды. Оған да жақсы бала болып көріне бастады. Қадиша аздан соң Жұмағұл әңгімесінің артынан бара жатқандай сырлы, қарлы болмаса ішінде қарлы көңілі бар сияқты. Төсекте жатқан сайын аунап, қызып ұйықтай алмай жатқанда,
ойын қайғы билемей, көмескі үміт пен қызу билейтін әдет болды. Ойланса артын ойламай, алдын ойлау көбейді. Сол ойлар жиілеген сайын тұрған үйдің суықтанып көңіліне жат тартқандай бола береді. Қазіргі халі қызықты, енді көремін, өмір дәмін енді татамын деп санасыз үміт, сансыз қиялды ойлап келе жатқанда бір қатал қол рақымсыздықпен қатты ұстап алып, әлдеқандай құлап тозып қуырған ескі моланың ішіне бекітіп тастап кеткен құн адамның хәліндей көрінеді. Мұның бәрі жақында болатын үлкен өзгерістің алдындағы басқыштары еді. Бір күні Мейірхан қызметтен қайтып келіп төсегінде жатыр еді. Үйіне қазақша киінген жастау жігіт кірді де қолына бір кішкене хат тапсырды. Мейірхан ашып оқыды. Мейірхан жолдас, ертең сағат 12-де біздің тойға кел. Сені естіген шығарсың, мен Қадишаны алатын болдым. Құдай ұрып сөзіміз осылай болып қалды. Жұмағұл. Мейірхан есі шығып аңырап, не дейді деп хатты қайта-қайта оқи беріп тұрып қалды. Жігіт шығып кетті. Мейірхан басына тас тигендей болып сандалып қалды. Хаттың үстіне ірі жазумен бармаймын, тойын құрсын деп қысқа төртіншісін қондыра салып отырып қалды. Ертеңінде Мейірханның үйіне тойға барып жатқан екі жолдас кірді. Екеуі де жақсы киінген, ақ жақа салып, иіс-май сепкен, тойға барып жатқандай ақ жарлы болып көрінді. Мейірхан бұларға бармау керек, бұл нәрсіздік. Кеше Мақсұттың тойын табалап, бүгін оның қатыны мен Жұмағұлдың тойын тойламақшымыз ба деп еді, бірақ оған жолдастар болған жоқ. Олар қойшы, идеалист болмай, барамызда тамаққа тоямыз, кішкене жейміз, неменесі бар деп Мейірханның аузын ашырмады. Біраздан соң Мейірхан отырып көніп, бәрімен бірге жүріп кетті. Той қызулы жүріп жатты. Жұмағұл мен Қадиша түк көрмегендей болып құлпырып кеткен. Келген жұрттың бәрі де ешнәрсе болмағандай шын көңілдермен құтты болсын айтып, екі жастың қуанышын қызықтап кетті. Аздаған соң ішіп алған жұрттың бәрі мас болды. У-шу, жыр, айқай, күлкі көбейді. Қызып мас болған соң Мейірхан бір кезде түрегелдеп, жұрттың бәрі тоқтатып, өзіне қаратып, қолына рөмкесін алып, мен сендерді Мақсұт үшін шеуге шақырамын. Жасасын Мақсұттың аруағы деді. Жұрттың бірталайы күлді. Жұмағұл мен Қадиша қоса күлді. Бірталайы ойына ешен салмай бірге ішіп жіберді. Мейірханды қасындағылар жолдастары тыныш отыр деп аяғынан тартып, мазақ қылып күліп отырғызып қойды. Мейірханның жолдас қарызын өтеген сол еді. Аз күннен соң Жұмағұл мен Қадишаны қайын атасы Қондыбай қатын баласымен түгел жиып келіп, қырға қарай шығарып салды. Жаңа қосылған жастар елдегі Жұмағұлдың үйіне баратын болған қоңыраулы тройка Қондыбайдың қақпасынан шылдыр қағып шыққанда, қарсыдағы Мақсұттың үйіне Жұмағұл қомайланған көзбен қарай түсті. Мақсұт өлген бөлменің терезесін сорлы шешесі бұл күнге шейін көріп, екі көзінен жасы өзендей ағызып, телміріп қарап қадалып отырып қалады. Жастарды шығарып салған оқыған жігіттер қалжыңдасып, күлісіп, бұл терезенің алдында бөлек-бөлек болып өтіп жатты. 3 бөлім. Майдың күні. Көк жетіліп гүл жапырақ молайған, жаңа шыққан ала күрең жасыл шөппен дала жасарған. Былтырдан қалған көк шөп азайғандай, анда-санда болмаса көзге көп ілінбейді. Оның орнын қазіргі күнде аласа бетеге, жасыл тарлау, шашыраған жас көрде, шашақталған жас сасыр басқан. Жасыл кілемнің түріндей көрікті далада әр жерге шаршап шыққан қызғалдақтың сары гүлдері көз қуандып жайнап тұр. Үлкен таудың қолдығындағы жіңішке өзен мен ұзын сайлар жылдарда сұлу көрігіне келіп жаңарған сияқты. Жапырағы жетілген жас қайың, өзекті қуалап өскен ұзын тоғай, тасқыны басылмай сарқыра баққан ойнамалы жүйрік өзен, бойы өсіп бұраңдап, толқындаған жасыл шалғын, өзектің екі жағындағы қатарланған биік жартас, өзен бойында ойнап ұшқан жошы құстар, бәрі жиналғанды сайдың жаңа түскен жас келіншектің отауындай жайнатып, жасартып тұр. Биыл бұл өлкенің суы да мол еді. Сона ойда көз ұшында жақыраған шарасын суға асып, айнадай мөлдіріп жатқан көлдер көрінеді. Жағалай жүрген мал шашырай жайылып, көл айналасын шұбарландырып жүр. Жарық күнде шаңқайып көрінген ақ ауылдардың сағым көтеріп, кейбір үйлер жұмыртқадай болып көрінеді. Жайлауға қарай жаңада беттеп кешкен ел Шыңғыс тауынан асып келгенде күнегейде отыр. Ауыл-ауылдың бәрі тыртуды мол көңілді. Қыстан мал күйлі шыққандықтан жазғы тұрымғы көкке аз күн ішіне семіріп алған ат айғыр, ту билер осы күні міністе.
Кісінің басы қосылса, шарт аударыс, ат сынасу, күш сынасу ермек етеді. Күнегеге келгеннен бері қарай ауылдың үлкендері құлындар жетіліп қалды. Жайлауға қымызсыз барғанын орын жоқ. Енді бие байлау керек дескен болатын. Сондықтан биесі бар ауылдар ноқта жіп сап ілуге қатын қалашты жиып науқан қылып жатыр. Сол сияқты қамға Жұмағұлдың ауылы да 2-3 күннен бері қарай кіріскен еді. Бірақ Жұмағұлдың шешесі Қамария жас күннен шаруақорлықты сараңдыққа жеткізген, күтімділікті пайда күнемдікке жеткізген, мінезі қатты, дүниеге пасық бәйбіше болғандықтан бұл жолы науқаннан да қыл-қыбырын көп шығармай, шығындамай керек нәрседен тез қамдап алды. Сондықтан Әміре ақсақал бүгін ауылдың жанындағы көгалға жылқысын итеріп бие байлап жатыр. Желі барысында ауыл үйлеріндегі көрші қолаңшы кедей-кепшік болмаса, басқа ауылдардан келген бөтен қырдымшылар жоқ. Әміре жағын шығаратын көшеметшіні жек көреді. Бұл мінезі білетін ағайын мұның істеген науқандарының көбіні келгіш болмайтын. Қыс бойы құрық көрмей асаусып шақалған бірі жылқылар да, араларындағы асау құлындар да желі басқандай тұрмай шұбырап жүре бергендіктен ақсақал әуелі қашаған биелердің құлынын ұста деп бұйрық берді. Ыңғайлы жіңішке құрыққа мықты баудан тағып алып, жылпос жылқышы топтанып ығысып келе жатқан көп жылқының ішінде қақтығып жүрген құлындарға нұсқаған сайын құрығының бауын дәл түсіріп, жас құлындарды бірінің артынан бірін шағыстырып, тулатып ұстап байлатып жатыр. Құрық көрмеген асау құлындардың кейбіреуі құрық тартқанда аспанға шапшып шыңғырса да, жылқышының мықты қолдарының қайта серпіген екпінмен шалқасынан түсіп пытырлап қалады. Әміре құлын жағылған сайын бісміллә деп орнынан ат жүгіріп былқышыға мертіктіріп алма деп құрақ ұшып жүр. Бие тегіс байланып болған кезде ауылдағы қатын қалаш бұл елдің бұрыннан келе жатқан арман істеп үйден табаққа салып құртмай алып келеді. Әміре үйірі мол айғырларды ұстатып алып, сауырларына айран жақтырып қоя беріп, желі басына тоқталып жиылып қалған жұрттың ортасына келді. Жас кәрінің бәрі қатындар әкелген құртмайды жабысып жеп жатыр. Аздан соң желі басында отырып жұрт бір-екі күннен бері қарай естіп жүрген әңгімелеріне көшті. Бұл әңгімеде қалада Жұмағұлдың қатын алғандығы жайынан еді. Қалада бұл ауылдың өзгеден келген әлі анық хабар жоқ. Бірақ басқа бір ауылдарға келген қалашылар Жұмағұл қаладағы Қондыбайдың қызын алды. Жасау жабдығың барынша мол көрінеді. Бұрынғы күйеуі өлген көрінеді. Содан қалған кішкене қызын да Жұмағұл қолына алыпты. Өлген жігіттің бір кемпір шешесінен басқа жақыны жоқ екен. Бір басына бай жігіт екен. Қалада көк шатырлы үйі бар білем. Енді мына кішкене қызды алған соң сол өлген жігіттің қалған мүлкіне Жұмағұл ие болады деген сөз бар. Қыздың әкесі Қондыбай қалған мүлікке менің қызым ие болады деген сөздің шет жағасын шығарып та жүрсе керек. Сонымен Жұмағұл бір күнде дүркіреген бай болып шыға келгелі тұр деп қуанышты хабар дүркілдеп Әміре ақсақал мен Қамарияға естіле бастаған. Бұлар қуанып бөрікпеген кісінің мінезін көрсетпейміз деп ішінен шүкірана қылып сырт кісінің бәріне алса алсын байдың қызын. Ол немене, бізді оқытқанда ылғи бізден шығын шығара бер, кемпір шалдың қолындағы азын аулағын тауса беріп оқытып берік, мал тап, бізді асыра деп оқытқанбыз. Осы күнге шейін қара тиын табыс тапқан жоқ, енді қашан көмегі тиеді бізге. Бұдан былай мал таппаса, үйге де жолатпайық деп жүреді. Соны естіген ғой десіп, іштегі жұбаныштарын сыртына монтананы күйініштің сөзімен шығарған. Қазір де желі басында тұрған жұрт. Жұмағұл келіншегімен 1-2 күнде келеді. Солар келгенше қымызды ашытып қой керек. Бұлар бұл жолы сый болып келеді. Күту керек десе кейбіреулер. Ана өлген жігіттің дүниесі ие болып отырған жалғыз ғана кемпір. Оны да ала келсеші, кемпірге басын күтетін кісі болмай ма? Оған енді дүниеге не керек? Деген сөздерді айтса бастады. Қамария ешкімге айтпаса да, бұрын ішіне ойлап жүрген есебінің бірі осы болғандықтан, кемпір менің баламнан артық бала бар ма? Жұмағұл оның асырап сақтауға жарамай ма? Тіпті қолымда тұрса да, қолымдағаны берейін Жұмағұлға. Ол кемпір ақылды болса, енді Жұмағұлды бауына тарту керек емес пе, деді. Әміре бұл сөзі жарыққа шығып, көп жұрттың талқытын түскенін жаратпайды. Сондықтан әншейінде көп қарсы келмесе де Қамарияны тоқтатып,
Қойшы қатын, күн бұрын жоқтан өзгені сөйлей бермейм, Құдайдың бір жазғаны болар. Қыңырдың тағдылығы салтынша қиын сөздің бәрін жарыққа шығарып, оңай сөз қылы сөйлеп отыратын Машықтпен қазіргі жиылып отырған еркек ұрғашының бәрі де Әмірі мен Қамарияның бәрі бір-біріне айтпай ақырын құпия қылып бойлап жүрген жайларының бәрін қоңыраулатып сыртқа шығарып отыр. Бұлардың көз алдында үлкен байлықты, салтанатты да қызықты суреттерін елестетті. Бірақ ішінен тақыс есебі арылмайтын Әміре көрші қолаңның бір жазығы тілеустік, бір жағы қошеметтілікпен айтып отырған сөздеріне көп желікпеді. Ол сыртына сөз шығармай, жұрттың барлық сөз үндемей тыңдап отыр. Осы сәтте желі басында бір талай уақыт өткізген соң жұрт бір-біріндеп тарай бастады. Аяғында бәрі де үйлеріне қайтты. Арада біраз күн өтті. Күн кешкіріп батуға тақалған уақыт еді. Әміре құдық басында тұрып кешкі суға келген жылқыны суартып, алдында солтүстік жақтағы ашылы ойға шығарып тұр еді. Ауыл жақта жаңа жамырған қозылар у-шумен дүниені азан-қазан қылып, жаңа ғана қорадан өріп барады. Қамария қой сауып келген қатындарға әмір қылып, есік алдында тұр еді. Қасына қосшы бала шағаны уып, "Шейінші апа, Жұмағұл ағам келді" деп қалды. Бұл сөздер естілген жерде ауылдағы барлық жан ұйқа-тұйқа болып әбірленгеніп қалды. Жұмағұлдың келуін асыға күткенден барлық қарбаласып білініп тұр. Әрлі-берлі жүгісіп сенделген қатындар, шулап секіріп күліп ойнаған балалар, құдық басына жаңа хабарды естіп ауылға қарай жылдамдықпен келе жатқан үлкендер барлығы да Жұмағұлдың келуін үлкен қуаныш қылған сияқты. Жолаушылардың күткен ауылдағы барлық еркек, барлық қатын-қалаш Әміренің үйінің сыртына шығып, екі жаққа жырылып тұрғанда, ауылға жарты шақырымдай жерден қатты жүріп келе жатқан қоңыраулы тройка көрінді. Ат басын ұстаған жігіт жолаушыларды қарсы алуға шыққан топты көріп, бұрынғысынан да екеленіп алып, тер басқан үш қоңыр атты бишігімен ығыстырып, шаптырып келеді. Бірін-бірін көруге асыққан жақындардың шыдамсыздығы ұзаққа созылған жоқ. Аттардың тұмсығы Әміренің үлкен ақ үйінің сыртына келіп тірелді. Жолаушылар арбадан түсіп болғанша, сағынған жақындар Жұмағұлдың бетінен сүйіп алды. Аздан соң әйелдердің бәрі Қадишаны жағалап, Қамария сияқты үлкендері оның бетінен сүйісті. Біраз сөзбен амандық айтысып, хал жағдай білген соң, жұрттың бәрі үйге кірді. Сөйлесіп, хал білісіп, арасынан қалжың дараласып, күлкі көбір басталған соң жақындардың қуанған, сағынған, дүпілдеген жүректердің бәрі орынға басты. Жұрттың бір-біріне деген көзі қанып, үйреніскен сайын жаңа келген жастар мен ауылдағы барлық жандардың арасындағы аз үйлеспегендік сезіле бастағандай болды. Ауылға келеді жазға лайықты барлық таза жақсы киімдерін киіп алып, шытырайған жастар қаланың халқына ұқсап, қырға бөлінген кісі сияқтанды. Керек десе Жұмағұлдың сөйлеген сөзінде де сіз бізді көбейіп қалған жат адамның қалбы байқалғандай. Бұл үйлеспегендік әсерінен келін жайына келгенде айқынырақ сезіліп тұр. Келіннің келген жердегі ата-енесіне сәлеметсіз бе деп амандасуынан бастап, үйге кірген соң төр алдына күйеуінің қасына отырып, минут сайын орнымен сыбырласқанда қыр тұрмысында еш уақыт болмаған бір өрескелдікті танытқандай болды. Келін затында өзі оқып үлгі алып, оқымыстылардың қатарына кірген кісі болмаса да, қаладағы мұғалімнің қатыны болып ашылып қалғандықтан ол оқымысты жұрттың үлгісін машық еткен еді. Қазіргі сағаттағы үйлеспегендік жаңа келген жастарға соншалық көп байқалмаса да, ауылдағы үлкен кішінің бәрі де тез сезілді. Мұндай күйге сезімдірек болып тұратын әйелдер әуелгі жерден ақ көңіл сөз шығарып, тысқа шыққанда бірі-біріне сыбырлап күлесе бастады. Үйдегі еркектік бірталайы байқамаған кісі болып сыр білдірген жоқ. Кейбіреулер ғана күліп жүрген қатындардың қалжыңмен өздерінің ішіндегі жайларын да сыртқа шығараңқырап қойысты. Бұл күйдің бәрін түгел болмаса да, шет жағалап сезіп отырған Әміре қазақтың көңіліне ұнамсыз бірдеме тигендей болып көп сөйлемей үндемей отырып қалды. Бірақ Қамария екеуіңді түпкі көңілі үздік, күздіксіз бір жұбаныш бүгінгі болымсыз кем-кетігін ұмыттырғандай. Сондықтан анам мынауға қарамай-ақ Жұмағұлдай сүйін сыйлаудан қайтпаған. Онысымен алғашқы келген жердегі аз ғана алашақтық көп уақытқа созылған жоқ. 5-6 күн өтіп хал жағдайды біліскен соң бала мен әке келін ене бір-біріне әбден таныды. Шаруа жағындағы кейбір жұмыстарға келгенде бірін-бірін жалғыз ғана емеуренде ұғысатын болды.
Бұларда бір-біріне соншалық тез жақындастырған мәселе мал-мүлік, дүние мәселесі ғой. Соған келгенде бәрінің де мінезі ісі түгелмен бір жерден шыққандағы мал сүйген қомағайлыққа, сараңдыққа, қанағатсыздыққа келгенде жас келін кәрі енесінен асып, жас жігіт оқыған десең де кәрі кезінен асып түсіп, заты мінезі бірлігі жас кәрі оқыған оқымаған деген айырмыстарға қарамай бұл адамдардың басын қосып бір-бірін үйлестіреді. Аралары мұндай күйге жеткен соң әрқайсысының ойында жасырын күйде жүрген сөздер ашық айтылатын болып жарыққа түсе бастады. Қамария 2 күннің бірінде: шығынымыз көп, кемпір шалдың қолындағы мал таусылып барады. Көздерінің қырын салатын уақыттарын жетті. Қайдан болса да мал табыңдар деген сөздері енді баласы мен келіннің құлағына сіңе бастады. Келіні әкелген жасау жабдық басында үлкен олжа көрінсе де аздан соң ұмытыла берді. Енді бұлардың бәрінің көңілдегі бір-ақ арман қаладағы кемпір қолындағы мүліктің басын ашуда. Жұмағұл мен Қадиша бұрын бұл жайдан көп сөйлеспейтін болса да, қырға келген соң үлкендердің ашық сөзі үйреніп алып, оңаша жерлерде ақылдасып айла іздейтін болған. Қамария балалары ішіне ақысын сіңірмейтін білген соң, бұларға пәлен түген түссе деп ақыл айтуды қойды. Бірақ ұмытпасын дегенде қып кемпір қолындағы мүлікті әр күніне бір не қылса сөз етіп қоятын. Мұны ашық сөз қылуға сылтау таба алмаған күнде Мақсұттың кішкене қызы Жәмиләні алып соған сөйлеген болып: дүниеге қашан ие боласың? Біздей кәрі әке-шешеңе қашан көмегің тиеді? Кемпірдің қолындағы мал-мүлікті жиып ал деп Жұмағұл мен Қадишаның құлақтарын бұрап қояды. Әміре бұл жақтағы әңгімені көп теріске кетпейтін түрін аңғарған соң, соңғы кезде мал қыруды екінші бір есебін ойлай бастады. Ел ішінде Әміренің өзімен жасы тұрғала Шаңғазы деген ірі бай бар еді. Соған кішкене Жәмиләнің бас аяғы ұнап кетіпті. Далада бірге келе жатқанда Әміреге сөз салыпты: мына баласын менің былтырғы туған кенже байлама атастырып қояйық, соған ырзалығын айтсын депті. Әміре бұл сөзді өз басы мақұл көріп Жұмағұлға келген соң: Жұмағұл, әзірше мұндайды сөз шығарудың орны жоқ. Мен бір жолата жаманатты боламын. Және ертең кемпірмен сөйлескенде осы жетім баланы жылатпаймын, берсең соның есебін бересің деп сөйлескелі отырмын. Бір жағынан соны айтып отырып, бір жағынан өзіміз сатып отырсақ ел жұртқа ниет қой деді. Әміре Жұмағұлдың әзірше көнбейтін түрін байқаған соң тоқталды. Бірақ баласына: жұрты құрғыр кісіге жақсылық ойлаушы еді. Сен мал тауып байып бара жатсаң көре алмайды. Өне бой жұрттан қорқамын деп сыбағынан құр қалып жүрме. Арсыз болмай, абыройлы болмайсың деген. Өмір бойы айтып көрмеген өсиетін баласына енді айта бастады. Бірақ ақсақалдың әуелге қозғаған әңгімесі көңілдегі де шешілмеді. Ең жақыны болғанда бір жылға шейін тоқтай тұру керек болды. 4-ші бөлім. Жастар қырға келгеннен бері 2 ай өтті. Жаз ортасы ауып, жұрт егін пішінге қым-қыла бастаған. Дала сарғайып жүдеу тартқан. Жазғы тұрымға жас иісті жасыл шөптердің орны сары селеумен қатаң қатып қураған ақ көде басқан. Жайлаудағы жақсы қоныс, мол құдықтардың айналасын тоздырған ел бауырындағы күзекке қарай көше бастады. Әміре ақсақалдың ауылы да көп елмен бірге бауырға қарай көшіп келеді. Жұмағұл мен Қадиша жаздайғы тұрған тұмыстарына әбден ырза еді. Жазғы тұрым қаладан азын-аулақ жүдеу тартып келсе, осы күнде екеуде оңалып семірді. Оның үстіне ауылда да жалбақ ел ішінде де жұрттың бәрі қадірлі болып, қайта-қайта қонақтап ойын жиыннан босамай уақытты көңілді өткізген. Енді бұлар қырдың қызықты уақытын өтіп барады, қалаға қайтып керек дегенді сөз байласып ат күндерді жүрмекші болған. Бір күні кешке жастар жүрердің алдында сөзі бір жерге байламақ үшін үй ішінің азғана кеңесі болды. Бауырға қарай ығысып көшіп келе жатқан ел жапалап қонған еді. Ай жарық, түн желсіз тынық. Әр жерге шашырай, үйілме-жүйме болып қонған жаппалардың даладағы оттары жарқылдап көрініп тұр. Жер ошақта кейде жалпылдап, кейде лаулап жанған оттар түннің қалың ұйқысымен қалта қағып алысып тұрғандай. Жұмағұл мен Қадиша өздерінің оңаша күркелердің ішіне салған құс төсекті аяғын жағына біріне бірі сүйеніп қатар отырып шаруа жайын өзі сөз қылысты. Аздаған соң әңгіменің аяғына Қамария да қосылды. Өзге әңгімелердің ішіндегі ең күдікті, қиын сөз Мақсұттан қалған үй мен мүлікті сөз болғандықтан Жұмағұл бұл турасына қазірде ашып ешнәрсе айтпай, көп үндемей отырып қалды. Бұл уақытта Жұмағұл жартылысындағы
тақыстық қулығына салып бойына бағып отырды. Бірақ өзгелердің сөзін тоқтатқан жоқ. Хадиша мен Қамария бірін-бірін қостап, мүлік турасынан айтылатын сөздің бәрін айтысып шықты. Бұлардың өз ойынша даусыз деп байлағаны Мақсұтта жақын туысқан жалып отырған кемпірдің төрінен де көрі жоқ. Оған өлгенше сыйлап күтіп отыратын кісі болса болғаны. Мүліктің ендігі иесі кішкене Жәмилә. Сондықтан әзірше қай жолмен болса да ізденіп отырып, үй мен мүлікті Жәмиләнің атына аудартып алу керек деп сөз байласты. Осымен үй ішінің кеңесі бітті. Елде қалған Әміре, Қамария осы сөзі байлау қылып ұстап қалды. Хадиша мен Жұмағұл қалаға барған соң ізденбекші болып жүріп кетті. Аз күндер өтті. Қырдағы сейілден қайтқан екі жас қаладағы құрбы-құртас ағайын туысқан ортасына қайта келді. Сағынған қайын жұрт жолаушылардың қуанышымен қарсы алды. Хадишаның төркініне түсті. Хадиша мен Жұмағұл қаладағы таныстарын, хал-жағдайларын сұрасып білді. Тағдырдың тұтқынына түскен қаралы кемпір де Мақсұттың орнын әлі күнге дейін қалқиып отыр екен. Оның да жай жапсарын әбден қанысты. Кемпірдің Хадиша тастап кеткен соң жар дегенде жалғыз жағыны, бір ақсақ бауыры бар екен. Соны қасына алып қолғанат қылып, қайғылы өмірінің ақырғы күндерін баяғыша бір қалыпты жылаумен өткізіп отыр екен. Жұмағұлдар келді дегенді естіген күні-түні бойы үйіне шамын өшірмей зарлап отырыпты. Таңды көзімен атқызыпты. Хадиша келгеннен кейін Жәмиләні көтеріп барып кемпірдің үйіне кіріп шықты. Барған жерде кемпірдің зар қағып жылағаны, Жәмиләні бауырына тығып құшақтап қысып, Мақсұтты жоқтағаны Хадишаның қатып қалған көңілін жібіте алған жоқ. Оның бұл үйде көп отыруға іші пысып, кемпірден тез жалығып үйіне қайтқысы келді. Сондықтан аз отырған соң баласын көтеріп қайтып келді. Қондыбай, Жұмағұл келген соң енді уақытты босқа өткізбей, таныс жолдастарына сөйлесіп, ана дүниелеріңді жиып алдыңдар деп ақыл берді. Сонымен Жұмағұл мен Хадиша іске кірісті. Бұлар әр жерге барып сұрастырып ізденіп жүріп, аяғында оқу бөлімінің жанында жас баланың қамын жейтін кеңсені тауып алып, соған арыз кіргізді. Кеңсе қызметкерін жаңылдырып, тез иландыру үшін Жұмағұл бір жайды көпіртіп, екінші жайды сөмейте сөйлеп, есебін тауып жүр. Ақыры бұл кеңсе Хадишаның арызын қарастырып, аяғында Мақсұттан қалған дүние-мүліктің бәрі де жас баласы Жәмиләға ауысады. Одан басқа ие жоқ. Ол жер жеткенше ол-көпін Жұмағұлда болады деп бұйрық берді. Хадиша мен Жұмағұл бұл жұмыстың тұсында өзге жолдастармен бірге көмекші болған Ақтай еді. Ол Жұмағұлмен бар сыр, барлық кісі араласқан болғандықтан, енді бұлардың бай болып қатарға кіруіне үлестігін көрсете бастады. Ақтай бір уақытта Хадишаны Жұмағұлға алуға өзі тілектес болса да, жазды күні қырдан келген ағасынан Қондыбайдың қызынан артық кімді алушы едің, сонау мал-мүлкіңе ие болмай, бос сандалып жүрсің, есеп білмейсің, сенен Жұмағұл өсіп кетті деген сөгіс естіген уақытта шынымен өкінгендей болып еді. Бірақ уақыт өтіп іс орайлы кезінен кетіп қалғандықтан, енді өзіне Жұмағұлдарға тілеулестікті лайық көрген. Қазіргі уақытта аналарға көмекші болу себебі де сол еді. Хадиша оқу бөлімінің жоғарыда айтылған бұйрықты алып келген соң кемпірге Қондыбай кісі салып, Құдайдың уақыты осы, жалғыз өзі бір үйде құлазып отырған лайық емес. Ана үй мүлкін Жұмағұл мен Жәмиләнің атына жазғызып, солардың қолына кірсін деді. Кемпір бұл сөз естігенде басына Мақсұттың өліммен тең қабат қаза келгендей болып, аузы көбіліп жалбарынып, жағасын ұстады. Баласы өлгеннен бері қарай бір күні болмаса, бір күні көремін-ау деп зорлық, жетімдік жаңа ғана көз алдында бетпе-бет келгендей болды. Бірақ Қондыбайдың өзін әкеліп отырған Дүйсен бұның қайғысын ұқпайтын сияқты. Сол тұрын байқаған соң кемпір бар қуатын жиып алып, мен баламнан, кешегі байымнан, арқа табамнан қалған мүлікті туған емес, туысқан емес, туспан болып отырған Жұмағұлға неге берем? Менің балам жоқ болса да ағайыным бар. Жұмағұл сияқты жатқа кеткенше соларға кетсін. Ырзалығымен бір сабақ жіп бермеймін. Қурап қалған сорлы кемпірге зорлық қылмақ болыпсыңдар ғой. Көптіктеріңді істей беріңдер деп Дүйсенді үйіне қайырды. Бірақ Хадишаның ұлықтан әкеп отырған бұйрығын естіген соң өзіне көмексіз жалғыздығын ойлаған сайын кемпір есінен адаса бастады. Көріне зорлық қиянатты сезіп тұрса да, не амал қыларын білмеді. Аяғында Құдайға жалынып жалбарылып аһ ұрып отырғанда есіне баласының бұрынғы жолдасы Мейірхан түсті. Сол күні қасына ақсақ бауырының жолдасы
Сол күні қасына ақсақ бауырын ертіп алып, кемпір Мейірханға келді, жылады, бәрін айтты. Қадишаның қалғанын есесі жоқ. Жұмағұлға тиерден өркөннен әкелген барлық мүлкін алып кеткенін түгел айтты. Төркіннен баласының достығы үшін жалбарынып Мейірхан ақысына көмек сұрады. Зорлықтан зорқаурға деп тілек қылды. Мейірхан дағдылы көңілшектігі ұстап, кемпірдің сөзіне ергендей болды. Зорлыққа ара түспеуге уәде қылып, ертең Жұмағұлмен де басқалармен де сөйлеспекші болды. Кемпір жетімсіреген көңіліне болымсыз сүйеу алғандай болып үйіне қайтты. Ертеңіне Мейірхан Жұмағұлға жолығып, шікін, адамшылық қарызы деген бар емес пе? Оқыған деген атың қайда? Пысық жігіт болдың, тегін қатын алдың, үйінен келген мүлкін қайда? Өзіңді кедей емессің, қатынының төркіні, қаланың үлкен байы. Кішкентай қызың шығанан көтере алмаймын дедің бе? Неменесіне өлгелі отырған кемпірді жылатып, кешегі жолдасың Мақсұттың аруағын күңіреттің дейді. Жұмағұл бұл сөздің бәрін Мейірханның іштарлықпен қызғаншақтап айтып тұрған сөз деп санап, бұл жұмыс істеп жүрген мен емес, Қадиша. Мен оны тоқтата алмаймын. Және мұндай болымсыз жұмыс үшін арам дейтін болсаң айтып қой. Сені біз сынайтын да кез келер деп қыр көрсетті. Оқыған азамат, жаңа адам деген тек оқыған бай арсызырақ дүние қоңыз екен жаңа ұққан Мейірхан қатты ширығып, байдың баласысың, бай жесірдің байсың, бай қиынға күйеусің, оқығаның емес, тоқығаныңа бақтың ба? Жыланға түк біткен сайын қалтырайды деп байыған сайын араның ашылып жұтпақсың ба зарлыны, қақаларсың айлақ деп салды. Мейірханның бұл сөзі Жұмағұлға қонған жоқ. Ол заң бойынша іс қылатып болды. Мейірхан сүлдері құрып, жолдасынан түршігіп түңіліп қала берді. Бұл әңгіменің артынан Жұмағұл ақтайла сол күні Мейірхан қызғаншақтық қылып жүр деп сөзге таңа бастады. Кемпір Жұмағұлдың ниеттерін естіген соң бір-екі күннің ішінде күйікті ойдың салмағаны езіліп бөлекше ауруға ұрынды. Есі ауып қалып, шатасып сандырақтайтын әдет пайда болды. Әншейіндегі момын жүзіне бұл күнге шейін көрінбеген ашу шыққандай болып, көзі ылғи бірақ жерге қадалып, бет ажары суықтанып, қайта-қайта орнынан ата жүгіріп, үй ішіндегі әр нәрсені ұстап, бермеймін, бауыздап кетпені, ертең кетемін, Мақсұтыма барып берем деп жұлқынып, әр нәрсені бауырына тығып арпалысып шатаса береді. Сол күні кешке кемпірдің дүниені бермеймін деген сөзін естіген Жұмағұл қолындағы бұйрық қағазы милицияға апарып беріп, содан 3 солдат алып келіп, Мақсұттың үйіндегі нәрселерді алуға кемпіріне келді. Кемпірдің шатынып булығып отырған көзі мылтық ұстап келіп тұрған солдаттарға түскенде орнынан жылдам тұрып, ақыры тәлтіректеп барып, әлгі кеткендің қолдарымен төсектердің басын ұстап, бермеймін, өлтір, өлтіріп кет, өлді, Мақсұт құтқар деп сылқ етіп шалқасынан жығылып қалды. Жұмағұлдар бірге шығып оның қасына келгенде кемпір бойы сіресіп, көзі жұмылып, жақтары тістесіп үзіліп барады екен. Бірер тағы секунд өткеннен кейін кемпір демі бітіп үзілді. Жұмағұл Қадишаның мұраты орнына келді. 1923 жыл.